Бүгінгі әңгімеміз ерекше болмақ. Әсерлі оқиға басталмай тұрып, сапалы қазақша контент ұсынып отырған арнамызға қолдау білдіріп, лайк басып, тіркеле кетіңіз. Ал ендеше, кезекті қызықты әңгімені бастаймыз. Ертеде бір балықшы қармағымен балық аулауға қажетті құрал жабдығын алып, өзенге келеді. Өзен жағасында қармағын суға салып қойып, азық күтіп отырған балықшыларда сан жоқ екен. Көпшілігі күні бойы қу қармаққа бір балықтың ілінбей қойғанына көңілсіз отырады. Жаңағы балықшы келе сала, «Әп, бісміллә» деп қармағын лақтырады. Ұзамай, қармағына үлкен бір балық ілінеді. Бірақ балықшы, «Мынауың тағы да болмады» деп күрсініп, мұны да суға лақтырып жібереді. Бұл қылығы басқа балықшыларды таң қалдырғаны бұлай тұрсын, ашуландыра бастайды. Осы кезде қармағына керісінше кішкентай балық түседі. Мұның әр қылығын бақылап тұрған балықшылар, «Әй, үлкен балықтарды менсінбегенде мынаған қанағат тұтады дейсің бе? Қара да тұр, мұны да лақтырады қазір» деп ойлайды. Алайда балықшы бұл жолы балықты жібермеді. Керісінше, «Әп, бәрекелді» деп кішкентай олжасына қуанып, балық себетіне салып қояды. Балықшылардың біреуі шыдамай келіп сұрайды: «Әу достым, үлкен балықтарды менсінбей кері жібердің де, кішкентай бір балықты қуана-қуата себетіңе салғаныңды қалай түсінуге болады?» Балықшы күлімсірей қарап: «Иә, балықтар үлкен, бірақ менің себетім кішкентай. Сондықтан мен балықтарды себетімнің көлеміне қарай аулауым керек» деп жөнімен кеткен екен. Бұл оқиғадан шығатын қорытындыны дана бабаларымыз көрпеңе қарай көсіл деп қайырған екен. Ал сіз, тыңдарман, қалай ойлайсыз? Төменде пікір қалдырып, бөлісе отырыңыз.